Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай жұмсақ әрі дәмді нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың тізімін описанияға жазып қалдырам. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне жылы су құямыз. Қант саламыз, сұйық май саламыз. Енді сұйық майдың үстіне ашытқы саламыз, тұз саламыз, және де жұмыртқаның ақуызын саламыз. Енді осы массамызды жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бетін пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Бізде осындай масса болады, осылай көтеріліп шығу керек ашытқымыз. Енді оның үстіне біртіндеп ұнымызды сала отыра жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді оның бетіне аздап сұйық май жағып, бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз көтеріліп шығады, оны 2 бөлікке бөліп аламыз. Бізде 2 нан шығатын болады, 1 бөлігін қойып қоямыз. Енді біреуісін протеинға осылай қойып, қолымызбен жайып шығатын боламыз. Жайған қамырымыздың бетін орамалмен 5 минутқа қойып қоямыз. Бізде осылай көтеріліп шығады тағы да. Енді қолымызбен осылай әдемілеп узор салатын боламыз. Енді өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен осылай әдемілеп безендірдім. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысын жақсылап сүртіп шығатын боламыз. Нанымыздың бетіне күнжітті әдемілеп сеуіп шығатын боламыз. Мен қара ақ түрін қолдандым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің осылай әдемі болып шығатын нандарымыз дайын. Өте жұмсақ, нәзік болып пісетін болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес етемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.